Тоқтар Омарбайұлы Әубәкіров бала кезінде өте ауыр болған. 3 жасында әкесінен айырылса да қиындыққа мойымай, жігерлі болып өсті. Бала кезінде ұшқыш болуды армандады. Тоқтар Омарбайұлы Әубәкіров 27 шілде 1946 жылы Қарқаралы ауданы Қарағанды облысында дүниеге келген. Тоқтар Омарбай Әубәкіров Қазақстаннан шыққан тұңғыш ғарышкері, ұшқышы, Кеңес одағының батыры. Қазақстан Республикасының халық қаһарманы, техника ғылыми докторы. 1991 жылы 2 қазанда Тоқтар Әубәкіров Союз ТМ-10 ғарыш кемесімен ғарышқа ұшты. 1991 жылы 10 қазанда Союз ТМ-10 ғарыш кемесімен жерге қонды. Ғарышта өткізген мерзімі 7 күн 22 сағат 13 минут. Әубәкіров туралы мына сұрақтарға жауап беріп көрейік. Яғни бізде бірінші сұрақ: қазақтың тұңғыш ғарышкерлері кімдер? Кім жауап береді? Өте жақсы, отырыңыз. Келесі сұрақ бізде: Қазақстандағы ғарыш айлағы қалай аталады? Кім жауап береді? Жауап беріңіз. Өте жақсы. Келесі сұрақ: ғарышкерлер қандай болу керек, оқушылар? Тамаша. Келесі бізде: адамдардан бұрын ғарышкерлерге кімдер ұшты? Кім жауап береді? Тоқтар Әубәкіров кім? Жақсы, өте жақсы, отырыңыз. Келесі сұрақ бізде: ол қай жылы туылған балалар? Өмірге келген, қай жерде өмірге келген? Қан жауап беріп көріңіз. 27 жылы. Оқушылар, келесі сұраққа жауап беріп көрейік. Бізде Тоқтар ағамыз нені армандады бала кезінде? Кім жауап береді? Жауап беріңіз.